Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ешқандай оқтаумен жайып отыруды қажет етпейтін песочный тестодан жасалынатын самсалардың рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы сары майды қосып, қолдың көмегімен осылайша жақсылап ұсақтап шығамыз. Үстінен шым-шым тұзымызбен жарты пиала суымызды қосып, жақсылап араластырып, жуымсақ қамыр етіп илеп аламыз. Дайын қамырымыздың бетін жауып, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Салмасын дайындап аламыз. Ол үшін тартылған етке пияз, картошка, тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Картошканы қосу міндетті емес, мен өзіме ұнағандықтан, отбасыма ұнағандықтан қосып жібереміз. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Мұздатқышта тұрған қамырды жай ғана осылай қолдың көмегімен бөліп аламыз да, әрқайсысының граммын 50 граммнан алып есептедім. Жай ғана оқтаудың көмегімен жайып, ішіне салмасын салып, осылайша дөңгелек етіп немесе сопақ күйінде түйіп шығамыз. Осылайша қамырдың шетінен бастап өре отыра дөңгелек етіп түйіп шығамыз. Немесе түйудің екінші жолы осылайша ішіне салмасын салып, қамырды жайып болғаннан кейін сопақ етіп өріп шығамыз. Бетіне жұмыртқаның саршын әдемілеп жағып, күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минут шамасында қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің тәбет ашар самсаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.